жолы болмай жүр. Өзіміздің отандасымыз Бек Нұрмағанбет жеңіліске ұшыраған болатын алғашқы айналымда. Өзбекстаннан Хасанбек Досматов бар, Олимпиада чемпионы Вэл Баркер кубогының иегері. Бұл боксшы да алғашқы айналымнан-ақ жарыс жолынан шығып қалды. Асланбек Шымбергенов назарларыңызда. Бұл боксшының жасы 28-де. Осы жылға дейін 69 келі салмақта өнер көрсеткен, бірақ қазір бұл салмақ жоқ екенін барлығымыз білеміз. 2014-17 жылдар Қазақстан чемпионы болған, 18-13 жылдар Қазақстан чемпионатының жүлдегері болған. Осы уақытқа дейінгі ең үлкен жетістігі 2018 жылғы Джакартада өткен Азия ойындарының күміс медаль. Назарларыңызда Шахрам Гиясов. Азия чемпионы 2017 жылғы әлем чемпионы, 2006 жылғы Олимпиада ойындарының күміс медаль иегері. Бұл боксшы да әрине қазақ жанкүйеріне танымал, таныстыруды қажет етпейтін боксшылардың бірі шығар. Шымбергеновпен айтпақшы бұлар кездескен. Әуесқой бокста кездескені бар бұлардың. 2017 жылы Асланбек Шымбергенов ұтып кеткен болатын төрешілердің шешімімен. Осылайша екінші рет кездесіп отыр. Шымбергенов қарсыласын арақашықта ұстай алады деп үміттенеміз. Гиясов әуесқой боксқа оралғаннан кейін қайта бейімделе алды ма екен? Жалпы әуесқой бокста жүрген кезінде де бұл жігіттің стилі кәсіпқой боксқа жақын еді. Нокдаун емес, әрине шабуыл жасап бұл жерде. Уақыт кетті өзбек спортшысы. Жекпе-жектің басы болғанмен сәл қобалжулы, әрине боксшылар, жаттықтырушылар да біраз қобалжулы. Керемет. Қазір Гиясовтың дәл тиген соққысына жауап қайтара алды. Қатарынан 2-1 соққымен. Шымбергенов қазір рингтің ортасын басып алып, көрдіңіздер ме? Гиясовты өзіне жақындатпай жұдырықтасатын болады. Шымбергенов әзірше тактикасы нәтиже беріп отыр. Гиясовқа арақашықтық үзу біраз қиындай бастады. Сәл жақындап еді, бірден арақашықтық түсіп кетті. Соққы алмасу, екеуде соққылар дарталды. Бірде-бір соққыны жауапсыз қалтырғысы келмейді екеуде, байқасаңыздар. Бірден, әсіресе Гиясов бірден жауап қайтаруға тырысады. Асланбектің дәл осы сол қолмен жасалған джебтері қазір қиыншылық тудырып отыр өзбек спортшысын. Шахрам Гиясов кәсіпқой деңгейде 11 жекпе-жек өткізіп тастаған, соны 2018 жылдан бері. Міне араға 3 жыл салып, әуесқой боксқа қайта оралып отыр. Ол уақыттан бері әрине әуесқой бокс біраз өзгерді. Қаншалықты бейімдеп алғанын енді көретін боламыз. Тым төмен соққы ұрып жеген сияқты қазір. Соққы жасап жеген сияқты. Шымбергенов төреші ескерту берді. Әзірше отандасымыздың қадам алысы қуантып отыр. Не тағды алыстан. Дәл тиіп жатқан соққылардың барлығы байқасаңыздар алыстан жасалған. Гиясовты өзіне жақындатпай. Шахрам әрине нағыз кәсіпқой боксшы ретінде олардың жоғары ұстап, жақын орта арақашықтыққа кіргісі келеді. Дәл осындай арақашықтықтан істегісі келеді. Керемет, міне. Дәл осындай
сәттерден әуесқой мен кәсіпқой бокстың айырмашылығын байқауға болатын шығар. Төрешілер қалай бағалады екен? Мен ойымша отандасымыздың қолында басымдылық болды дәл осы раунд барысында. Бірақ біз әрине Асланбекке жанкер болып отырғаннан кейін объективті болмауымыз мүмкін. Бірақ төрешілер менің сөзімді растап отыр. Асланбек Шымбергенов толықтай 5 төреші бұл раундта қазақ спортшысы жеңіске жетті деп есептейді екен. Дәл осы алған бетінен қайтпайды деп үміттенеміз. Қазір Гиясовқа әрине жаттықтырушылар ескеретін болады. Бұл раунд қалай аяқталғанын. Және екінші раундта қазір өзгерістер енгізбесе, үшінші раундта кеш болады. Бұл әлем чемпионаты әуесқой боксшылардың кәсіпқой боксшылардың кешіңіздер әуесқой боксқа келуі оң нәтиже бермейтінін көрсетіп отыр. Кәсіпқой боксқа ден қойып кеткен спортшылардың көбі дәл осы әлем чемпионатында жеңіліске ұшырап жатыр. Тағы да джеб. Көрдіңіздер ме? Шабуылды аяқтаған кезде сол қолмен дәл тиген соққы. Гиясовқа әрине бұндай клинчтер ұнамай тұр. Бірден арағаш түзіп, уақыт жоғалтқысы келмейді. Түсініп тұр әрине. Екінші раунд қазір шешуші болады. Өте маңызды раунд. Егер бұл раундта қазір жекпе-жек тізгінін өз қолында алмаса, үшінші раундта кеш болады әрине. Асланбекті нокаутта түсіру екі талай әрине. Шахрам үшін бұл раунд өте маңызды. Қараңыздар, қарапайым екі соққы. Велосипед ойлап тапқан жоқ, былайша айтқанда. Асланбек барлығын ойдағыдай жасап отыр. Қарсыласын араға шықтықта, алыстан жасалған соққылар. Гиясовқа дәл осы джебтер қиыншылық тудырып отыр. Клинчке өзі де кіргісі келмейді, байқасаңыздар. Шахрам жалпы жекпе-жек қарсаңда дәл осы сол қолмен қазір қауіпті соққы біраз Асланбектің артқа шегіне бастан көріп, нокдаунға түсіп қалама деп ойлап қалдым. Міне тағы да солсы, сақ болу керек. Міне біртіндеп бейімделе бастаған сияқты Шахрам. Соңғы соққысы қолғаптың ішкі жағымен жасалған сияқты. Мүмкін болса, жекпе-жек аяқталғаннан кейін қайталау сәттермен көретін болармыз. Міне енді Асланбек те түсінді бұл соққының қай уақытта жасалатын. Ал қабақ жарылыпты. Сол қолмен қазір Асланбектің жауабы. Керемет, дәл тиген екі соққы және өзі аман шықты дәл осы. Жақын арағашықтықтан. Жарайсың. Міне осы арағашықтықты барынша сақтап қалуға тырысу керек. Қазір Асланбек шешуші осы маңызды рөл атқарып отырған әрине екеуіне ыңғайлы арағашықтық. Міне көріп тұр бұл соққыларды. Екі рет өткізіп алғаннан кейін Асланбек бірден түсінді. Шахрамның қай уақытта, қай сәтте бұл соққыға жүгінетін. Соңғы секундтар. Екінші раундтың аяқталуына сәл ғана уақыт қалды. Жаман емес. Оң жақ көзіндегі жарақат терең емес деп үміттенеміз. Ары жалғастыруға кедергі болмас. Соңғы шешуші раундты күтеміз. Және төрешілердің шешімі қандай болды екен бұл раундта? Да, сложно казахстанцу Асланбеку Шымбергенову приходится. Получил он рассечение. Но вообще, в начале 2018 года, да, судья дает преимущество Асланбеку Шымбергенову по итогам второго раунда. Здорово выложился наш соотечественник. Так вот, в 2018 году в составе Астана Арлан Шымбергенов боксировал с Шахрамом Гиясовым, со своим соперником из Узбекистана. И тогда
принес победу. Асланбек Шимбергенов одержал очень важную победу над лучшим боксером Азии 2017 года, серебряным призером Олимпиады 2016 года. Конечно, Гиясов настроен взять реванш, но Шимбергенов просто так победу не отдаст. Тем более, что для него это шанс. Его долгое время игнорировали наши тренеры. В сборной Казахстана он в ней находился, но не был первым номером, несмотря на тот факт, что он является двукратным чемпионом страны и призером многих международных турниров. Также является победителем всемирной серии бокса WSB в составе Астана Арланс, причем двукратным, и финалистом летних азиатских игр 2018 года. То есть весьма титулованный Шимбергенов, опытный, в хорошем возрасте находится, ему 28 лет. Когда, если не сейчас, себя проявлять? Но это уже другая весовая категория, 71 килограмм. Ранее он в казахстанском весе до 69 боксировал и конкурировал с Аблайханом Жусуповым. Но тренерский штаб именно чаще давал предпочтение именно представителю Абайской, Карагандинской школы бокса. Гиясов пробует подобраться. Такой довольно хитрый боксер. Он уже 9 поединков провел в профи и 7 побед нокаутом. Весьма опытный, но еще раз скажу, те боксеры, которые пробуют себя в профи, приехали на этот чемпионат мира, чтобы заработать хорошие призовые, тем более, что организаторы их обещают и за первое, и за второе, и за третье места. Они чаще проигрывают, потому что сложно перестроиться из профи в любителя обратно. Поэтому у любителей есть преимущество, скажем так. И Шимбергенов делает все, чтобы одержать очень важную победу. Он сюда приехал за медали. И за золото постарается побороться. Меньше минуты остается боксировать. Шимбергенов замахивается. Может быть, будет сближаться с ним соперник. Он пытается подойти поближе, чтобы достать Шимбергенова. И достал только что правой, но Шимбергенов пытается ответить. Может быть, поработать с сериями, поактивнее, тем более, что времени не очень много. И тогда будет шанс на победы у Асланбека. Немножко осталось. Нужно продержаться. И снова попадает Казахстан. Снова джеб и правой. Пытается попасть Шимбергенов. Последние 10 секунд. Хороший бой, качественный. Большим количеством выброшенных ударов. Все-таки это принципиальная встреча между боксерами из Казахстана и Узбекистана. Гиясов считает, что одержал победу. Но я думаю, что Шимбергенов уверен в своем превосходстве. Осталось дождаться вердикта судей, кому отдадут победу по итогам этого противостояния. Это чемпионат мира по боксу. Столица Сербии, город Белград, и казахстанцы довольно неплохо себя проявляют. Да, есть потери, но у узбекской сборной потерь тоже немало. Причем явные фавориты выбыли из соревнования. И сегодня Шимбергенов, я думаю, выбьет Шахрама Гиясова. Напряженный момент. Асланбек Шимбергенов одерживает победу над Шахрамом Гиясовым. Поздравляем наших болельщиков Асланбека Шимбергенова и представителей тренерского штаба. Сделал он все на протяжении всех 3 раундов. Боксировал и заслуженно празднует победу. Проходит дальше наш соотечественник.